білімнің жаңағы ең жоғарғы сатыда тұрған оқыту жүйесі. Бұл Quora деген оқыту жүйесі. Жергілікті кәсіпкерлерді Тяньши жүйесіне қосатын платформа. Бұны не істейді? Quora'да бұл не істейді? Яғни, қазір көптеген біздің жаңағы құрт жасап жатыр, қазы жасап жатыр, қарта жасап жатыр, адамдар мысалы, вот сол бизнесмендер тек қана Қазақстанда ғана шығарып отырады. Солай ғой? Өзінің бизнесін шетелге шығара алмайды. Ал мына Quora деген платформа арқылы через Вимоментқа кіріп 57 миллион біздің жаңа Тяньшидің нелері бар ғой, тұтынушылар. Соларға өз бизнесін 224 мемлекетте тек қана мынау арқылы қозғап отырады. 224 мемлекетте. Осыдағы біздің мына именно Қазақстанда бизнесмендер бар ғой, өзінің заттарын шығарып жатқан. Вот сол бизнесмендерге, кәсіпкерлерге арналған қосымша жүйе болып саналады. Мен қазір сіздерге айтып беріп, Quora'ның жаңағы несін. Так, жазып алсаңыздар да болады.